азғана ханшайымдары. Бүгінгі күннің ас мәзірінде күріш пен қарақұмық дәмді тұздығымен. Туралған пиязымызды сұйық майға салып қуырамыз. 2-3 минуттан кейін газды баяулатып қуырамыз. Пиязымыз қуырылған соң газдың күшін көтеріп, етті қуырамыз. Газдың күшін төмендетіп 10-15 минут қуырамыз. Одан соң теркадан өткізілген сәбізімізді салып араластырамыз. Одан соң туралған болгар бұрышын қосамыз. Қуырылған соң қызанақ пен томат пастасын қосамыз. Тұз қосамыз. Араластырамыз. 4-5 минуттан соң қайнатылған су қосамыз. Енді күрішімізді пісіруге кірісейік. 2 ас қасық сұйық майға күрішімізді салып араластырамыз. 3-4 минут көлемінде қуырылған күріш ақшыл реңге айналады. Содан соң күрішті батырыңқырап су құямыз. Қайнаған күрішімізге кішкене тұз себелейміз. Енді тазаланған қарақұмықты суға пісіріп аламыз. Асымыз дайын болған соң тұздығымызға қара бұрыш немесе дәмдеуіштер салуға болады. Осы рецептпен отбасыларыңызға дайындап берсеңіздер, міндетті түрде пікірлеріңізді білдіріп өтіңіздер.